Ассалаумағалейкум ардақ тыңдаушылар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Талант Арғынғали. Бүгінгі арнайы хабарымыз биыл туғанына 120 жыл толып отырған тұңғыш лингвист профессор Құдайберген Жұбанов пен филология ғылымдарының докторы профессор Есет Құдайбергенұлының 90 жылдығына арналады. Қазақтың тұңғыш филолог ғалымы, қоғам және мемлекет қайраткері, алғашқы Қазақ академиясын, КСРО ғылым академиясының филиалын ұйымдастырушылардың бірі, қазақ тіл білімінің ғылыми негізін және қазақстандық кәсіби ғылымның негізін қалаған Құдайберген Қуанұлы Жұбанов 1899 жылы 19 желтоқсанда Ақтөбе облысының Темір-Орқаш болысына қарасты Ақжар деген жерде, қазіргі Мұғалжар ауданында дүниеге келген. Ленинградтағы Инукидзе атындағы Шығыс институтын 1928 жылы аяқтап, 29-32 жылдары сол институттың аспирантурасында оқып, бір жылдан кейін сол жерден КСРО ғылым академиясы жанындағы тіл және ойлау институтының аспирантурасына ауысады. 1932 жылы аспирантурадағы оқуын түркі тілдері және жалпы тіл білімі мамандықтары бойынша аяқтайды. Өзінің қысқа ғана өмірінде Құдайберген Қуанұлы парсы, араб, неміс, түрік, моңғол, грузин, чуваш, коми, орыс және көптеген түркі тілдерін өте жақсы білген. Аспирантураны аяқтап, 1932 жылдан бастап 37 жылдың тұтқынға алынған қараша айына дейін Қазақ педагогикалық институтында профессор болады және ғылыми педагогикалық мемлекеттік және қоғами қызметтермен қатар қазақ тіл және әдебиеті кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарады. 1933-37 жылдар аралығында коллегия мүшесі, әдістеме, бағдарлама және оқулықтар секторының меңгерушісі, Қазақ КСР халық ағарту комиссариатының төрағасы, сонымен бірге Қазақ КСР мемлекеттік терминологиялық комиссиясының төрағасы және Мемтерменком бюллетенінің бас редакторы қызметтерін атқарған. 1936-37 жылдары лингвистикалық сектордың меңгерушісі, ғылыми кеңестің мүшесі, КСРО ғылым академиясының қазақ филиалы президиумының мүшесі, сонымен бірге қазақ тілінің академиялық сөздігінің бас редакторы болған. 1935 жылдан бастап 37 жылға дейін Қазақстан ұлттық мәдениет институтындағы ғылыми кеңес мүшесі және жаңа әліпби латын бойынша жалпы кеңестік орталық комитеттің мүшесі болды. Құдайберген Қуанұлы жайлы латын ғылыми практикалық орталығының директоры Фаузия Оразбаева былай дейді. Құдайберген Жұбанов барлық қазақ еліне белгілі тұңғыш ғалым. Алғаш осы біздің қазақ ұлттық педагогикалық институт құрылған кезде, Каспийдің кезінде кафедра меңгеруші болған, декан болған. Жалпы осы жергедегі білімнің ғылымын негізін салған аса көрнекті қоғам қайраткері, тілші, ғалым, қазақ тіл білімін негіздеген, ғылыми негіздеген. Әрине біздің ұлы тұлғаларымыз көп, соның ішіндегі ғылыми жағынан барлық тіл білімінің салаларын ғылыми негіздеп, соның алғашқы негізін салған ғалым Ахмет Байтұрсыновтан кейінгі. Және тек қана бір ғана тілші ғана емес, әдебиетті, музыканы, өнерді, мәдениетті, дінді зерттеген универсал ғалым. Екіншіден феномен. Өйткені әр сөзінде, әр зерттеуінде бір ұлы ойшылдықтың белгісі бар. Кез келген, мысалы, руханият әлеміндегі қазақ құндылықтарындағы адам өсіру, адамдық тұлғаны жетілдіру, оның білімін болашаққа апару, қалай ұрпақтан ұрпаққа жеткізу керек дегенде, лингвистикалық жағынан да, методикалық жағынан да, методологиялық жағынан да толық зерттеген. Бар болғаны азақ 33 жас жасап, осынша уақытта бәр бітірген. Бір кереметі, бұл әулет өзі ерекше. Мысалы, Есет Жұбанов, ол кісі филология ғылымдарының докторы. Ал енді Құдайберген Жұбановтың балалары Қырмызы Жұбанова, Мүслима Жұбанова, ол кісі бастауыш мектепті зерттеген, алғаш әліпби жазған адам. Ал соның ішіндегі Асқар Жұбанов математик, информатик бола отырып, кейіннен қазақ лингвистикасына келіп, қазіргі информатикалық лингвистика, компьютерлік лингвистикада алғашқы болып біздің қазақ елінің ғылым мен білімін дамытқан ғалым. Демек, бүткіл әулеті менен, өздерінің жаратылысы менен, сондай таланты мен, табиғаты менен қазақтың бар мәдениетін, әдебиетін дамытқан әулет деп есептеймін.
Ал Есет Құдайбергенұлы болса, алғашқы білім жолын 1936 жылы Алматыдағы 12-ші қазақ орта мектебінде бастап, 1938 жылдың жазынан әкесінің туған ауылы Ақтөбе облысы Жұрын ауданы Жаңа Тұрмыс колхозы Сталин советіндегі Қызылжар 7 жылдық мектебінде жалғастырды. Ауылға қайтуының себебі әкесінің 1937 жылғы саяси қуғын-сүргін науқанына ілігуі еді. Соғыстан кейін Есет Жұбанов Ақтөбе қаласындағы Байғанин атындағы 2 жылдық мұғалімдер институтының даярлық курсын ойдағыдай аяқтап, осы институттың қазақ тілі мен әдебиеті бөлімшесіне қабылданады. Қарт Қазпиді Есет Құдайбергенұлы 1951 жылдың жазында ойдағыдай аяқтап, Республика оқу министрлігінің бағыттамасымен солтүстік Қазақстандағы Қызылжар педучилищесіне жұмысқа аттанады. Мектепте 2 жыл мұғалім, содан соң облыстық оқу бөлімінде қызмет атқарып, білім беру саласында табысты еңбек еткен. Енді Есет Жұбановтың және әкесі Құдайбергеннің тіл білімі ғылымына сіңірген еңбегі жайлы Ахмет Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының директоры Ерден Қажыбектің пікіріне құлақ ассақ. Біздің арысымыз Ахаңның оң қолы деп айтуға болады. Құдайберген Жұбановтың 120 жылдығы және Құдекеңнің ұлы Есет Жұбанов ағамыздың 90 жылдығы. Есет аға біздің тіл институттың ғалымы, көн ғалымы, соңғы жылдары еліне барып Ақтөбеде жұмыс істеді. Кезінде КСРО-ның идеологиясының қылышынан қан сорғалап тұрған заманның өзінде қазақ тілінің эпос тану, жыр тану, яғни мәтін тану, мынау қазақ жырауларының мәтінін зерттеу, лингвистикалық негізін қалаған үлкен ғалым. Ал Құдекең келсе, Құдекең енді ол өз заманынан ерте туған, көптеген қазір ең тіл әдебиетке байланысты шырқау биігі болып есептелетін мынау настраттану, алтайтану, түркітану, палеология деген көптеген бір ғылым салалары бар. Олардың бәрінің негізін қалап кетті деп айтсақ, біз қателеспейміз. Өйткені осы Құдекең өте бір өрімдей жас жігіт кезінде кетті, өте ерте арамыздан, бірақ соның өзінде де мына тек қана тіл ғылымының емес, тіл ғылымның бүкіл салалары бойынша терминология, тіл мәдениеті, грамматикасы, лексикология, лексикография, емле қазіргі мәселелері, орфография мәселелері, этимология, көне түркі ескерткіштерді зерттеу, осы бүкіл салаларды қамтитындай кәдімгідей елеулі еңбектерді қалдырды. Бірақ тек тіл емес, тарихтан да, этнографиядан да, өнерді зерттеу, қазақтың күйін зерттеу, абайтану бағытында елеулі еңбек қалдырды. Жалпы жан-жақты кәдімгі энциклопедиялық білімі бар үлкен бір тұлға. Ел үшін өткен еңбек үшін халық жауы атанған Құдайберген Жұбановты жендеттер әкетіп бара жатқан кездегі жары Раушан Оспанқызын айтқан аманаты саналы адамның сай-сүйегін сырқыратады. Бұл оқиғаны тілшіміз Айсұлу Тұрсынбайқызына ғалымның қызы Қызғалдақ апайымыз айтып берді. Жас кезінде Ленинградта оқыды. Өзі ғана оқып қоймай, өзінің інісін ала кетті, Ахмет Жұбановты. Ол кісі академик болды. Өзі кеткеннен кейін сол кісі әкеміздің орнында кәдімгідей арқа сүйейтін ағамыз болды. Ол кісінің де қызы осы жерде жүр. 6 бала қалғанбыз. Мен Есет ағайдан кейін ортаншы. Есет ағайдан бұрын тағы да Ақырап деген ағамыз болды. Суретші маман болды, суретші. Художественный училищенің осы Алматыдағы директор болды 30 жыл бойы. Одан кейін оның бала шағалары бар, 2 ұлы бар, немере шөберелер бар. Ол кісінің істемей кеткен ісін осы немере шөберелер жалғастырады ғой деп ойлаймыз. Шешем менің өте ақылды кісі болған. Сонда әкеміз салып кеткенде айтыпты ғой. Ой, енді қайттым, сен оқытуың керек екен ғой. Енді қалай асырайсың деп. Мамам оған айтыпты. Өзің аман есен келшіш. Сонда сен көріп аларсың қандай болған. Сол сөзінде тұрып, ол 6 баланы өсіріп, бәріне жоғарғы білім алып берді. Оны қойып, барлығы жаңағы кандидатский қорғап, докторский қорғап, кандидат, доктор, профессор деген атақтар алды. Оның біріншісі жаңағы Мүсейім апай, онан кейін Есет ағай, онан кейін Асқардың өзі. Жақында Абай атындағы ұлттық педагогикалық университетте әкелі балалы Жұбановтардың мерейтойына арналған халықаралық деңгейдегі ғылыми конференция өтті. Енді шара жайында филология ғылымдарының докторы, профессор Айман Әбділдағызы сөйлесін. Конференцияға Азербайжан Республикасынан Бакуден Масуд Махмудов келіп отыр. Одан басқа да Уфадан Зиннур Сиразиддинов, Қырғызстаннан Ташпулат Садықов міне мақалаларын берген. Түркия Республикасынан да мақалалар келіп түсті. Жалпы осы өңірлерден көптеген мақалалар түсті. Алқалы мәжілісте негізінен Құдайберген Жұбанов пен Есет Жұбановтың ғылыми еңбектері туралы, яғни тіл білімі
біліміне сіңірген еңбектері талқыланады. Жалпы мұндай жиындар әрине қазіргі рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұлы дала тұлғалары мақалалары аясында өте өзекті деп ойлаймыз. Өйткені біз өткенімізге үңілмей бүгінгіні бағалай алмаймыз. Ал енді өткеніміз дегенде тіл білімінің тек қазақ тіл білімі ғана емес, басқа да ғылым салаларының негізін қалаған ұлы тұлғаларымызды әрдайым олардың еңбектерін бағалап, жастарға, ұрпағымызға паш етіп отыру біздің борышымыз деп санаймын. Осымен қадірлі тыңдаушылар, әкелі балалы Жұбановтарға арналған арнайы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Талант Арғынғали, әуенмен әрлеген Ақзер Әбдірайым.